ерлердің неге үйлене алмай жатқаны. Ол жігіттің өз отбасында бар ғой, мысалы айтқан. Сен бере алмайсың ба, алып бере алмайсың ба деген сияқты ол өте ауыр нәрсе. Кейбір кезде байқағаным, кейбір қазақтың өзіміздің қыздары бар, кәлиманы айта алмайды да, бірақ махр сұраған кезде ол жағын қатырады. Ассалаумағалейкум қадірлі көрермен, сіздермен бірге мен Нұрс блогер Сұлтан Абдрахман және Ерлан Кәкім. Қош келдіңіз. Бізде енді ондай бір керемет студия болмаса да, бұл қазіргі қозғалатын тақырып көпшіліктің көкейінде жүрген, осы тиктокта да, инстаграмда да қарап отырсаңыз, барлық трицта да болсын, талқыға айналып жатқан ерлер мен әйелдердің соғысы. Бұл не деп айтатын, бұл әлеуметтік желідегі ақпараттық соғыс дейді ғой негізі. Бұл негізі ең ауыры, бұның артында көптеген үйлену мәселелерінде проблема туындап жатады. Осы мәселені қозғайтын боламыз. Бірінші сұрақ ол қазіргі ерлердің неге үйлене алмай жатқаны. Себебін айта кетсем, әркімнің өз көзқарасы бар ғой. Қазіргі таңда өздеріңіз байқап жатқан шығарсыздар интернет желісі арқылы. Көбісі интернеттегі өмірді қалайды. Жаңағы интернетте адам өз басының жамандығын ешқашан салмайды ғой. Мынандай проблема болып жатыр деген сияқты. Қысқаша айта кеткенде, жаңа қыз балалардың талаптары көп болғандықтан, кейбір жас қыздар бар, 20 жастар жігіттен, араласып жүрген өз жігітінен не әкесі, не ағасы әпере маған затты сұрайды да. Ол жігіттің өз отбасында бар ғой, мысалы айтқан. Әперетін адам ол сұратпай-ақ та әпере салады өзі. Сондықтан да талап көп болғандықтан қазіргі көп жастар дұрыс түсініспеушілік болып жатыр. Дүниеге алып келіп жатыр да барлығы. Сондықтан да талап көп болғандықтан қазіргі көп жастар дұрыс түсініспеушілік болып жатыр. Бұл жерде енді қыз балалары ер азамат болмағаннан кейін, оны сезініп көрмегеннен кейін ол нәрсені оңай көреді, неге алып бере салмайды, неге ол сағындық көрсетіп жатыр деген секілді. Бірақ та ер азаматтың өмірге келгеннің өзі оның міндеттерімен келеді де қаншама. Ол біріншіден әке-шешесін асыраймын дейді, оның артында қарындастары болуы мүмкін, әпкелері болуы мүмкін, барлығына ол көмектескісі келеді. Өзін ол өмірінің соңына дейін өзін сондай сұрақтармен мазалайды, неге мен көмектесе алмай жатырмын, неге мен бере алмай жатырмын деп. Соған қоса ол үйленгісі келеді, өзінің жарын тапқысы келеді, бірақ жар оған тағы да жүк салып жатады да. Одан кейін ол мұны бүйтіп үйленгеннен қарағанда мен осылай бойдақ болып жүргенім артығырақ деп ойлайды. Өйткені жүктің үстіне жүк түскеннен кейін ер азамат өзі сына бастайды өмірде. Қарап отырсаңыздар, негізі ер азаматқа ең ауыр тақырыптардың бірі ол жаңағыдай сен бере алмайсың ба, алып бере алмайсың ба деген сияқты ол өте ауыр нәрсе. Бірақ мен өз басым ойлаймын, ер азамат егерде еңбекқор болатын болса, ол әр ісін адалынан табуды ойласа, ол түбі берекеге әкеледі деп ойлаймын. Негізі бұрынғы уақытта ер азаматтар мынандай бір талаптар қоятын. Ол кездерде шынымен де әйел адамзаты сол талаптарға сай болуға тырысады. Мысалы, ол тамақты жақсы істеу керек, ол жаңағыдай балаңды жақсы тәрбие беру керек деген секілді көптеген талаптар қойылатын. Мынандай қызға қарау керек деген секілді жігіттер өздерін білетін. Қандай қыз таңдау керектігін, оның имандылығы, оның ар-ұяты барлығына қарайтын. Ал соңғы кезде жігіттер не болып бара жатыр? Нәпсі келіп бара жатыр. Қыз болса болды деп ұрып жатыр бәріміз ше. Ал ол не нәрсеге алып келеді? Ол қыз балалардың босанысуына алып келеді да. Қыз балалар ойлайды, мен дүниеге келдім, әдемі болып келдім, болды, маған астыма көлік, машина бәрін жасап беру керек деп ойлайды. Дайынға келу керек деп ойлайды. Бұл біздің де кінәміз деп ойлаймын ер азаматтардың. Өйткені біз өзіміздің құнымызды, бағалауымызды төмендетіп жібердік. Ол өзімізді біріншіден ер азамат екенімізді ұмытып бара жатырмыз. Сол кезде сол моментті пайдаланып коучтар шыға бастады. Коучтар шықты да, no red flag, no green flag деген сияқты бір мәселелерді қойып тастады. Жалпы не айтасың бұл коучтарға? Қазір айтайын ба, интернетте көп жерде қалжыңдап айтады, комментарийлерда бар, байқайсыздар ма? Бай адам байлықты қалай әкелу керек екенін, ақша қалай табу керек екенін бәрін айтады да. Бірақ сіздерге айтайын ба, бай адам ешқашан ол өзінің табысын қалай алып жатқанын көрсетпейді. Сол сияқты мысалы ажырасқандар да бар, қалай бақытты болуды үйретеді да. Бірінші содан бастаса екен деймін да. Ол кісілер өздері бірінші өздерін жарылып қаласын, одан кейін барып біреуге ақыл айтады. Себебі былай қарасаңыздар, жаңағыдай айтып кеткендей, ажырасқандар бар, өздері бақытты болуды үйретеді да. Соларға кішігірім тоқтала кетсек дегенім ғой. Осы соңғы кезде талқыға салынып жатқан махр тақырыбы, енді біздің шариғаттарымызда бар, біз оны мысалы жоққа шығара алмаймыз, өйткені пайғамбар салам бекітіп кеткен нәрсе ол. Бірақ пайғамбар салам
ол нәрсені білген ғой енді алдын ала. Ол кездерде де жаңағыдай қымбат нәрселер сұрайтын әйел адамзаттар болған. Сол кезде пайғамбар жаңағы мақтаған ғой енді, махры аз болғаны соның береке, отбасының береке болуына алып келеді деген секілді. Яғни қазіргі уақытта біз Алла елшісінің, Алланың алдындағы дәрежеден көрі мынау интернеттегі пост, жаңағы лайк, комментарийға қатты мән беріп кеттік пе деген ой. Қалай ойлайсың жалпы? Махр жайында тақырып болғанда сразу айта кетейін. Махрды көбісі түсіне болмайды. Даже кейбір кезде байқағаным, кейбір қазақтың өзіміздің қыздары бар, кәлиманы айта алмайды да, бірақ махр сұраған кезде ол жағын қатыратты. Сол жағын кішкене қарасаңыздар, бірінші дінге туралы, жаңағыдай махр туралы сұрап алғанда, бірінші өздеріңізді дұрыстап, жаңағы кәлимаңызды дұрыстаңыздар, барлығын дұрыс алып келіңіздер, махрды сосын барып айтасыздар. Махр деген ол өзі сұралатын нәрселер болады, сұралмайтын заттар болады. Қазір жаңағы бағана айтып отырсың өзің, гештальт, тағы да жаңағы green flag дейді ғой. Оның барлығы ешқашан бұрын ата-анамызды қарасаңыздар, ондай болмаған. Ата-анамыз кезінде шынайы махаббат сол кісілерде болған. Ондай гештальт, жаңағы red flag и махрден неше түрлі нәрсе сұрамаған. Махрдың өзінің тұрақты жаңағыдай суммасы бар, сол суммадан артық ешқашан ештеңе болмау керек. Жаңағы қазір сұрайды, көп жастар бар, неше түрлі машина, кеше мысалы қарап алсаңыздар, интернет желісіне махрге Чанганның автокөлігін сұрағанда, енді ол жігіттің шамасына қарай, ол жігіттікі дұрыс деп айтса кетеді ғой. Жігіт өзінің шамасын біліп тұр. Көп халықтар бар. Халық дегенде әсіресе қыз балалар. Байқадық, комментарияда көрдік. Кейбір қыз балалар бар. Жігіттікі дұрыс емес, апера алмайтын болса неге үйленеді деген сияқты. Екі жақтан да кінә болуы мүмкін. Себебі екі жақта бірдей ақылдасып барып некелессе, сол кезде қарауға болатын еді. Бірақ былай қарасаң, дүниеге келіп алып келіп жатыр да. Сонда бір таңғалғаным, дүние деген болашақты шешетін болған ба қазір? Дүниең болмаса сен ешкім болмаған ба сонда? Кезінде әке шешеміз махаббатты бағалаған бірінші орында, сразу бірден айта кетейін. Тұрақтылық, адалдық, шынайылық болса, сіздер ешқандай жерден ұтылмайсыздар. Осы үш қағиданы ата-анамыз ұстанған. Сондықтан да қазір Аллаға шүкір, барлығы жақсы, бақытты отбасыдан шығып жатқанбыз. Қазіргі уақытта сол мысалы адалдықты дүниемен өлшейтін заман болып кетті ғой. Мысалы, мынау маған көлік алып берді, немесе менің қажетімді өтеп берді, демек бұл адал деп. Ал өмірде көптеген примерлар бар. Бай жігіттерге тиген қыздар бар, бірақ түбінде ажырасып кеткен, жаңағы ер азаматтың ол қызды ұрып тастаған, қорлап тастаған деген сияқты. Ал сіздер бұл мәселеден қалай көз жұмып отырсыздар деген ой келеді да, сондай сұрақтар келеді мысалы. Мынандай бір сұрақ бар енді, ол екі жақты қойылатын сұрақ. Егер де сен үйленетін болсаң, өзінің әйеліне не бере аласың? Не беруге тырысасың? Мен парыз деп міндеттейсің өзің. Парыз міндет дегенде, шын айтайын, қазіргі уақытта ең бағаланбай жатқан ол адалдық пен тұрақтылық. Осы екеуін бірден уәде бере аламын, себебі менің қолымнан келетіндей. Сол екеуі бар жерде сен ешқашан болмайсың. И байлық, қалған ақша, оның барлығы дүние, оның барлығы уақытымен келетін нәрсе. Бірде бар, бірде жоқ қой. Сыйластық болған жерде барлығы жақсы болады. Осы үш қағиданы ұстансаң, ешқай жерде ұтылмайсың, шыны керек. Үшеуін уәде бере аламын. Жалпы мынандай келесі сұраққа көшіп өтейік. Мысалы қыз балалар айтады ғой, маған осындай бір керемет иманды жігіт керек, маған жаңағыда қалталы жігіт керек деген секілді. Бірақ бәлки Алла тағала сізге сол жігітті берер, бірақ сіз оған не бере аласыз? Сіз қандай жар боласыз оған? Сіз өзіңізге сондай сұрақ қойдыңыз ба? Әлде тек қана бір жақты ойлап жүрсіз бе? Өзіңізге ыңғайлы жақын позицияны ұстанып жүрсіз бе деген нәрсе ғой. Осы сұраққа комментарийға жазып кетіңіздер, не бере аласыздар? Құран, әдеміліктен басқа. Әдеміліктен басқа былай адами тұрғыда не бере аласыздар? Содан кейін көбі ер азаматтың әйел адамды сыйлағанын талап етеді, бірақ кейбір әйелдерді көріп жатамыз, ер азаматын сыйламайды. Ал ол да дұрыс емес, шариғат бойынша. Ер азаматқа толықтай бойсыну парыз болады әйел адамға. Ал бойсынбаса, онда ер азамат та оны асыруға міндетті емес. Өйткені екі жақты парыз орындалу керек та. Сен жауапкершілік аласың, соған қарай ол жаңағы жауапкершілік алып жатқан адам, ол саған бойсыну керек толықтай. Ал егер де бойсынбай, мен кейбір жерлерде былай ойлаймын, мен келіспеймін деп сөйтетін болса, онда жауапкершілік алудың қажеті жоқ. Жауапкершілік қай кезде алынады? 100% бағыныш, жаңағы бағыну деген нәрсе пайда болған кезде
100% жауапкершілік алынады. Дұрыс айттым ба? Айтылады ғой, көп жерде де айтылған, қанша жерден ақылды бол, қанша жерден бай бол, бірақ әйел адамның, қыз баласының орны сәл болсын ер адамнан төмен болады, бір саты төмен болады дейді ғой. Ең алғашқы адам, алейхиссалам, ең алғашқы пайғамбар деп айтамыз. Ол ең бірінші жаратылған топырақтан, содан кейін оның жанына Хауа анамыз жаратып, оның мақсаты жаратудың жүрегіне тыныштық болсын, жанына серік болсын деген Алла тағаланың әр нәрсенің миссиясы болады ғой. Сондай мақсатта жаратқан. Бірақ қазіргі уақытта мысалы өзіңнің әйеліңнен сен тыныштық таба аласың ба деген ой келеді да. Ол саған тыныштығың болып жатыр ма, әлде уайымың болып жатыр ма деген. Көбінесе уайым болып жатқан секілді. Ер азамат үйге келіп тынышталмайтын секілді. Қайта далада жаңағыдай көп жүріп кететіні бәлки осы отбасыдағы әйел адамның үйде тыныштық бере алмауында шығар деп те ойлаймын. Неше түрлі сұрақ қойып басын ауыртып. Иә, басын ауыртып, қайта негізі қолдау беріп, барына қанағат еткен әйелді пайғамбар саллаллаху алейхи мақтаған. Оның бірнеше хадистері бар, бірақ оны ойлап жатқан, оған амал етіп жатқан адамдар өте аз. Кейбір Нұр-Маракта оқыған қыздар да бар екен ондай. Менің діни ілімім бар, менің сұрауға хақым бар дейді. Мен 3 күн үй сұрай аламын, оны ұстаздан естідім мен. Шын әңгімеге. Даже Нұр-Маракта оқып жатқан, дінді меңгеріп жатқан, ақыреттік ілімді меңгеріп жатқан қыздар осындай талап қойып жатқан кезде, онда мен басқа қыздарға ренжімей қояйын дедім. Қалғандарынан не сұраймыз дедім. Көрдіңіздер ме бауырлар? Уақыт өткен сайын, жыл өткен сайын фитна көбейіп жатыр да. Ал фитна дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам менің үмбетімнің үлкен фитнасы не деп айтқан білесіз бе? Ол дүние деген. Біздің осы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге берген ол дүниемен сыналып жатырмыз. Бізге ауыр нәрсе бұл, өте ауыр нәрсе. Басқа қауымдар әртүрлі сынақтармен сыналған, бірақ бізге ең ауыр түсті да. Көрдің бе? Дүние деген. Бірақ осы дүниені айтсаң, мынау қашып жатыр жауапкершіліктен, сағандық қылып жатыр, жалқау, алып бергісі келмейді, жақсы көрмейді деген артында әйтеуір жақшаның ішіндегі сөздерді жалғап жатады кейбір қыздар. Құрметті көрермен, енді бүгінгі подкаст кішігірім аздау, қысқашалау болады. Келесі подкастты шығаратын боламыз алдағы уақытта. Сұрақтарыңыз болса жазып кетіңіздер, сол мәселені біз келесі жолы көтеретін боламыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.